Мұсылман адам бай болып кету үшін, бақуат болып кету үшін намаз оқымайды. Мұсылман адамның намазы оның Құдай алдындағы борышы. Бай да, кедей де, ер де, әйел де Құдайдың алдында бірдей. Сол бүкіл халыққа, бүкіл иман еткен, Аллаға деген, Алланың құлдарына жаратушы Алла Тағала намаз оқуды парыз еткен. Намаз бұл Құдай менен байланыс, Құдайға деген мүнажат. Сондықтан әрбір мұсылман Алланың разылығы үшін өзіне борыш еткен Құдайдың алдындағы аманатты өтеу үшін намаз оқиды. Осыны біз есімізден шығармайық. Кейде біреулер мен намаз оқыдым, бірақ мен андай болмады, мындай болмады деген ол қате пікір болады. Әрине, намаз оқудың адамға пайдасы орасан зор. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады, расында намаз адамды арсыздықтан, жаман істерден тыяды дейді. Намаз оққан адам, иншалла, бәле-желеден аман болады. Сондықтан, иншалла, қолымыздан келгенше Құдай алдындағы борышымыз, осы намазды оқысақ, Құдай бізді жамандықтан қорғайды деген шынайы ниетімізбен намазымызды оқиық.